Қараңыздар, маған бір оқырманым жазып жатыр, баласына карточкасына, в общем, біреу ақша аударған. Соны бана біреу хабарласып айтқан, қателесіп кеттік, осындай номерге ақшамды қайта аударып жібересіз бе деп. Ол бала алады да ақшаны кері аударып жібереді. Бана көрсетілген номерге. 4 күннен кейін оказывается бұнды шақырады милицияға. Енді бана бұл кісі айтып жатыр маған, көмектесіңізші деп жатыр да, мен қалай көмектесем? Тек қана осылай Инстаграмға шығара аламын, ескерту жасай аламын, сол баланың қателігін жасамас үшін. Қазір 232 прем 1 дейтін статья бар қылмыстық кодексте. Ол жерде дроппер, яғни біреудің шотының карточкасын пайдалану жөнінде. Егер де сіздің телефоныңызға, шотыңызға ақша түсетін болса, басқа біреу хабарласып, қателесіп кеттік, басқа номерге аударып жібересіз десе, сразу отказ беріп, отмен жасау керек, отменить деп, перевод дегенде басу керек болады. Егер де солай болатын болса, дроппер автоматты түрде дроппер болып кетесіз, яғни қылмыстық істің соучастник болып кетесіз. Ол жерде 7 жылға дейін бас бостандығынан айырыласыз. Сол себепті бұл жерде жасыңыз уже кәмелетке толды ма, қателік кешірмейді. Қателіктің арқасында қылмыстық жауапкершіліктен босатылмайсыз. Соны ескеріп қойыңыз. Особенно бұлар дейтін кімге жібереді? Банады бүлдіршіндерге, подросткаларға жібереді, үлкен кісілердің шоттарына жібереді. Бұлар енді біз сияқтыларға жіберсе, біздер сразу біліп қаламыз ғана. Біздер уже оқимыз, енді кішкене интернет кіреміз. Бірақ бүлдіршіндер мен үлкен кісілердің шоттарына сөйтіп аударады, хабарласады, телефон соғады, жазады, басқа номерге аударып жібересіз бе, біз қателесіп кеттік деп. Бұл кісілер без задних мыслей аударып жібереді. Бірақ арты қылмыстық жауапкершілік. Достар, біліп жүріңіздер. Осы видеоны таратыңыздар. Немерелеріңіз, балдарыңыз, таныстарыңыз, туыстарыңыз, көршілеріңізге шейін жіберіп қойыңыз осы видеоны. Былай қарасаң ештеңе емес сияқты, бірақ артында үлкен проблема болады бұл. 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сол үшін сақ қол жүрейік ағайын. Таратып қойыңыздар.